Сәлеметсіздер ме? Осы видеоның авторы мен Ұлжан Атабайқызы. Бұл видеоны сатуға, таратуға тыйым салынады. Кез келген 300 грамм балды водяной баняға 15-20 минутқа қойып қоямыз. Осындай сұйық массаға айналады. 2 шай қасық ас содасын қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Міндетті түрде көпіру керек. Көпірмесе ас содасының дәмі шығып қалады. Осы массаны өзімізге ыңғайлы ыдысқа ауыстырып аламыз, үстіне сары май салып, ерігенше араластырамыз. Бөлме температурасында қоспамызды суытамыз. Бөлек ыдысқа жұмыртқа саламыз, сонымен қатар сахарды 3-ке бөліп отырып миксерлейміз. Аппақ пена болғанша миксерлейміз. 2 қоспаны біріктіріп, жақсылап тағы да миксерлейміз. Онда міндетті түрде ситодан өткізіп саламыз. Біркелкі массаға айналғанша миксерлейміз. Дайын тестаны 3 ас қасықтан формаға салып, тегістеп жайып шығамыз. 24 сантиметрлік диаметрді қағазға сызып алсаңыз болады, немесе осылай біткен соң алып тастасаңыз болады. Қызып тұрған пеште 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Тестамыз өте жұқа болып жайылса да жақсы көтеріледі. Корждар суығанша крем дайындаймыз. Сгущенка мен сливки салып, қоюланғанша миксерлейміз. Корждар салқындағаннан кейін пергаменттен аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Кез келген тортты жинағанда корждарды теріс бетінен қойсаңыз, тортыңыз теп-тегіс болып жиналады. Жинау барысында тортымыз қисайып кетпеу үшін мен міндетті түрде кольцоға жинаймын. Кольцосыз жинасаңыздар да болады. 3-4 ас қасық кремнен сала отырып, кезекпен корждарды жинаймыз. Дәл осы рецепт бойынша 8 корж шығады. Корждың артық шеттерін және де соңғы коржды блендермен өткізіп ұнтақтаймыз. Тортты кольцодан шешеміз. Шетіне қалған креммен кішкене жағамыз, крошкалар жабысып тұру үшін. Егер де сіздер фрукты қойып сәндейтін болсаңыздар, кремнің үстіне фруктыды қойып алып, одан кейін барып жан-жағына крошка себіңіздер. Мендегі оформление ең қарапайым түрде болды. Бетіне сахарная пудраны жай ғана ситодан өткізіп осылай қойдым. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.